Сәлем, мен сіздерге бүгін осындай керемет жұмсақ болып пісетін сосиски в тесте жасауды көрсететін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар, өйткені өте керемет видеолар көп болады. Керемет рецепттер болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз, үстіне шекер салып, дұрыс және де ұн салып бір араластырып жіберіп, бетін жауып қоямыз. Кішкене көтерілгенше 15 минутқа бетін жақсылап жауып тындырып қоятын боламыз. 15 минуттан кейін ашқаннан кейін осыншалықты көтерілген әдемі болып шығады. Үстіне 2 жұмыртқа, ертілген сары майды және тағы да тұз, шекер және де ұнды салып, жұмсақ қылып әдемі қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек. Қамыр қатты болып қалса, кейін піскен кезде сосиски в тесте қатты болып қалады, қыздар. Не қамыр ешқандай қолға жабыспайтын керемет қамыр болды. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Менікі осыншалықты 3 есе іскен, дәл осы қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Қыздар, енді осы қамырмен жұмыс істеу ыңғайлы болсын деп, мен осыны 2-ге бөліп алдым. 2-ге бөліп дөңгелектеп алдым. Кішкене ұн сеуіп жіберіп жайыңыздар, жерге жабысып қалмасы үшін. Дәл осылай дөңгелектеп алып, осыны 3-4 мм етіп жайып шығамыз. Қыздар, қалың қылып жайып қоймаңыздар, өйткені ол піскеннен кейін тағы да іседі. Жайып болғаннан кейін 1,5-2 сантиметрлік қылып, осылай кесіп шығып, осыған сосискаларды орап шығамыз, қыздар. Қыздар, менің арнамда бұдан да басқа пайдалы, үй жағдайында жасалынатын өте керемет рецепттер көп болады. Сондықтан менің арнама жазылып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаймыз, қыздар. Осы дайын болған сосискаларды демалдыруға 10 минут қойып қоямыз. Демалғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысына сүтті араластырып жағып, қызып тұрған печкада 20-25 минут пісіріп аламыз, қыздар. Осындай қып-қызыл әп-әдемі сосискаларымыз дайын біздің, қыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаймыз.